Жұмыртқа ақуызға өте бай тағам түрі. Ал осы жұмыртқаның қоспасымен жөтелден жазылуға болатынын білесіз бе? Бұл қоспа арқылы тіптен қазіргі медицинаның күші де жете бермейтін жөтелдің асқынған түрінде айықтыруға болады. Мен бұл рецепті кез келген адамды аяққа тұрғызатын әжемнен алғанмын. Бірде ол осы рецептпен өте қатты асқынған бронхитті де емдеп жазғанын көрдім. Арада көп уақыт өткенімен жөтелді емдеу үшін мен осы ескі халықтың емдеу түрін қолданамын. Ең алдымен бір стакан сүтті қайнатып, оған бір ас қасық сары май мен бір ас қасық бал қосасыз. Үстіне жақсылап араластырылған жұмыртқаның сарысын қосып, соңынан аздаған бір шым-шым мөлшерде сода саласыз. Мұқият араластырыңыз. Қоспа осымен дайын. Жөтеліңіз кеткенше күніне 1-2 реттен ішу керек. Бұл жылдам әсер ететін нағыз табиғи ем. Бұл сусынның бронхит, ларингитпен де күресуге көп көмегі тиеді. Ауырмаңыздар, денсаулығыңызды сақтаңыз. Авторы Жарас Қасым.